адам баласына ұқсайтын ағаш ол құрма екенін. Бірақ үлкендерден аттап айта алмады да, кейін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам адам баласына ұқсай тұрған ағаш ол құрма ағашы деп айтты. Мына құрма ағашы жалпы адам баласына көп жағынан ұқсайды. Адамға. Біріншіден, адам секілді 100-150-ге жуық өмір сүреді. Екіншіден, аналық, аталық деген сорттар болады. Яғни міндетті түрде аналық, аталық болады. Адамдар ұқсап басы бар. Анау тұрған, үстінде тұрған басы. Адамның мысалы қолын кессең, аяғын кессең, басқа жерлерін кессең, адам өмір сүре береді ғой. Бірақ басты кессең болды ғой. Тура сол секілді мынаның анау үстіндегі басын бір жола кесіп тастасаңыз, бітті құрма ағаш сол жерден өледі. Ары қарай өспейді құрма ағаш. Жыл сайын мынау шығып тұрғандардың 3 қатарын кесіп отырады, кейін осылай ағаш биіктеп кете береді, өсіп. Анау басы болып саналады, түсініңіздер ме? Бойы басы өсе береді, ұзын болып өседі. Адам баласына аналық, аталық деп ұқсайды. Мысалы қараңыз, анауынан бәрі аналық көбінше. Аталықтар сәл жуанырақ болады, жабайырақ керек. Сол қараңыз, аналық өзі құрма сала алмайды, өзі құрма бермейді. Оған міндетті түрде анау сыпырғышты білесіздер ма, дән болып шығып келе жатқанда, қазір күн түн ғой көрінбей тұр. Сол сыпырғыштың ұрығы сияқты шығады. Кейін сол да дәндердің ішінде шаң болады. Сол аналықтан өсіп шыққан, аталықтан өсіп шыққан жаңағы дәнді аталықтыкен алып келіп ішін жаңағы қағып, оны мен сіздерге беріп жатырмын ғой, шаң жаңағы ұрығы деп. Сол шаңын сәл қағып алады да, қалғаныменен апарып, аналықтың арасына апарып, жаңағы өсіп тұрған аналықтардың арасына апарады да, аталықты қосып, орап қояды 10-15 күнге. Содан кейін барып, содан не істейді? Будандастырады ғой, бұл айтқанда, бір-бірінен не істейді? Содан құрма салады. Бір құрма 300 кило ең жақсы құрмалар 300 килограммға шейін. 70 килограммнан бастап 300 килограммға шейін бір ағаш құрма береді. Құрма ағаштары. Әрбір мынандай тамыры, әрбір нәрсесі жалпы адам баласына пайдалы. Енді сорттары өте көп. Ажуа деген құрма бар, королевский бар, жаңағыдай суккари деген құрма түрді. Мына жеп отқан құрмаларыңыз суккари құрмасы, қантты құрма деп атайды. Түр-түрі бар, бірақ соның ішінде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқан құрма ол ажуа құрма, ажуа. Мына жерде как раз сол пайғамбар айтқан өзі еккен құрма бар пайғамбарымыз. Ажуа алия деп аталады. Қараңыз, пайғамбарымыз айтады, сендердің қайсыларың таңертең аш қарында ажуа құрмадан 7 құрма 7-еуін жесе, ол адамды сол күні сиқырменен у алмайды дейді. Яғни сол күні мен ана мешітте имам болған адам қалай көрдім, күнде бір 15-20 адам келсе мешітке имамға, соның 10 шақтысы жоқ дегенде күнде сиқырменен дуаланып қалған, соған ұқсас аурумен келеді. Қиямет жақындағанда бұл көбейетіндігі анық. Сол себептен пайғамбары өтірік сөйлемейді. Уама янтиқу анил хауа ин хуа вахи юха. Пайғамбар ешқашан өзінің тарапынан сөйлемейді. Ол не нәрсені айтса, ол не дейді? Вахи дейді. Сол себептен пайғамбарымыз айтты, қайсы адам ажуа құрмадан күнде 7 дана жейтін болса, ол адамды сол күні сиқырменен не алмайды дейді? У алмайды дейді. Енді қараңыз, ол ажуа қандай? Оның оқиғасы бар. Сәлман деген сахабаны білесіздер ма? Білеміз, иә. Сәлман көшенің басында тұрады. Сәлман деген парсыл сахаба. Ол Сәлман радиаланудың ислам дініне келусі өте бір үлкен оқиға кәдімгідей. Парсылық. Осы жерден Салман туралы пайғамбарымыз соңында айтады. Сәлман мен әхли. Сәлман менің отбасымнан дейді.